Сәлеметсіздер ме, құрметті TEDx оқырмандары. Мен өз сөзімді елестетуден бастағым келеді. Елестетіп көріңіз. Қазір сіз отырған жерде жер сілкінісі орын алуда. Сіздің ойыңызға бірінші келетіні құтқарушылар тобынан келетін көмек. Алайда ол құтқарушылар сізден де ауыр халдегі науқастарды өмірін арашалап қалуға ұмтылуы мүмкін. Осындай сәтте бір адамдар өзінің жақындарымен өткізген бақытты сәттерін еске алса, ал енді біреулері өмірінде жеткізе алмай қалған мүмкіндіктерін, ойларын, іс-әрекеттерін еске түсіріп өкінуі мүмкін. Мен Мұхамбети Аружан, осы мәселенің шешімін табу мақсатында табиғи апаттардан зардап шегушілерге алғашқы көмекті жоғары дәлдікпен, жасанды интеллект көмегімен көрсететін құрылғыны ойлап таптым. Енді бір сұрақ қойғым келеді. Мен өз жобамды таныстырған кезде сіздерді менің жасым қызықтырды ма? Әрине жоқ. Сіздерді менің жобаны қалай жасағаным, оны жасауға қанша уақыт кеткендігі қызықтыруы мүмкін. Бірақ менің жасым емес. Сіз қанша жастасыз? Бұл сұрақты естігенде көп адамның ойына бірінші сан келеді. Бірақ бұл сан сіздің қанша уақыт өмір сүргеніңізді білдіреді ме? Әлде қалай өмір сүргеніңізді ме? Шын мәнінде уақыт бұл адам ойлап тапқан концепция. Біз оны өлшейміз, санаймыз, шын өмірде қолданамыз. Бірақ уақыт ол біздің ішкі сезімдерімізге байланысты. Мен өмірде 60 жасында өзін жас сезінетін, және 17 жасында өзін маған тым кеш, менің қолымнан келмейді деп шектеп тастаған адамдарды көрдім. Және ол адамдардың арасындағы айырмашылық тек олардың ойлау жүйесінде. Жас болу бұл тек сан емес, ол ойлау жүйесі. Қалайша біз жас болып қала аламыз? Ең алдымен біз үйренуді тоқтатпау қажетпіз. Біз әрдайым жаңашылдыққа ұмтылып, жаңа нәрселерді ашуға қызығушылық білдіріп, өзімізді әртүрлі салаларда сынап көре білуіміз қажет. Және осындай өзін сынау арқылы жетістікке жеткен адамдардың өмірлік тәжірибелерінен өзімізге бір тәжірибе алу қажетпіз. Мысалы, Фаузия Дост. Ол өзінің 3D модельдерін жасау арқылы қазіргі таңда әлемдік ареналарда, үлкен сахналарда өз жобасын таныстыруда. Ал 17 жастағы Каве болса, көз ауруларын анықтайтын жасанды интеллект ойлап тапты. Және бұл олардың физиологиялық жасына емес, жас болу философиясына байланысты. Сол себепті біз де өзімізде жас болу философиясын дамыта білуіміз керек. Ол үшін қорқынышсыз әрекет ету маңызды. Бала кезімізде біз велосипед айдайтынбыз. Бірақ велосипедтен құлап қалған сәтте біз қайта орнымыздан тұрып, өз мақсатымызға жетуге талпынатынбыз. Өсе келе біздің бойымыздағы қорқыныштар саны арта береді. Менен де мықтылар көп қой. Менің қолымнан келмесе ше, егер мен қателессем ше секілді күмәндар біздің бойымызда көп бола бастайды. Осындай сәтте біз батыл қадамдар жасай білуіміз қажет. Сонда біз жас болып қала аламыз. Үшіншісі бұл жаңашылдыққа ашық болу. Қазіргі таңда білім, технология, әлем көз ілестірмес жылдамдықта дамуда. Сондықтан біз осы жаңалықтарға ілесе білсек қана дами аламыз. Ал дамысақ, біз жас болып қаламыз. 70 жастағы жаңа тіл мен жаңа мәдениеттерді үйренетін адамның миында жаңа нейрондар қалыптасады. Ал 20 жасында ештеңеге қызықпайтын, әлемнен хабары жоқ адам өзінің қартаю процесін тездетеді. Бұрын мен ғылым мен білімді тек қана арнайы зертханаларда түрлі ғалымдардың қолынан шығады деп білетінмін. Бірақ өзім жобалар жасағаннан кейін менің түсінгенім, біз ғылымды кез келген жерде, кез келген адамның қолынан жасай аламыз. Жастарға шектеу жоқ. Жастардың қолында болашақ деп айтады. Бірақ болашақ ол біздің жаңашылдыққа қаншалықты ашық екенімізге, әлемді өзгертуге деген сенімімізге байланысты. Біз жастар білім арқылы әлемді өзгертеміз. Және технологиялар арқылы өмір сапасын жақсартамыз. Ал батыл әрекеттер арқылы біз шекараларды бұзамыз.
ең маңыздысы дер кезінде өз сүйікті ісімізді табып, дамуды жалғастыру. Сондықтан да жас болып қалу үшін үздіксіз даму және қолымыздан келгенше тырысу маңызды фактор. Ендеше мен сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Сіз өзгерісті қашан, қайда бастайсыз? Жауабы дәл қазір. Ендеше сіздерге сәттілік.